Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте ерекше кешкі астың рецептімен бөліскелі отырмын. Бұл тағамды жаппасайға да ұқсатады, не болмаса жайма деп те атайды. Ауызашарға кешкі асқа міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнға тұзды қосып араластырамыз. Кейін бір жұмыртқаны және суды қосып араластыра отырып, қамыр елейтін боламыз. Қолымызбен қамыр елейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ болып кетпеу керек, кішкене қаттылау қылып елей беріңіздер. Кейін елеп алғаннан кейін оны екі бөлікке бөліп пакетке салып қоямыз және бөлме температурасында жарты сағаттай қалдырамыз. Сол аралықта біздің қамырымыз тынығып, ары қарай пайдалануға ыңғайлы болады. Достар, менің рецепттерім, видеоларым сіздерге ұнайтын болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар және лайк, комментарий қалдырып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сондай-ақ описание бөлімінде видеоларға сілтемені қалдыратын боламын. Міндетті түрде кіріп жасап көріңіздер. Қамырымыз тынығып тұрғанда біз салмасын дайындайтын боламыз. Алдымен табаны қыздырып, оған май құямыз. Кейін майдалап туралған пиязды және қатырылған не болмаса балғын қызанақты қосып қуыратын боламыз. Кейін осыған біздің етімізді салып, суы тартылғанға дейін қуырамыз және қуырылып болғаннан кейін ыстық су құйып, кішкене ғана ыстық су құйып, 40-50 минутта етіміз піскенге дейін баяу отта бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш және паприка қосып жіберсеңіздер де болады. Не болмаса өздеріңіздің қалауыңыз бойынша басқа да дәмдеуіштерді қосуға болады. Осылай су құйып, бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Өте баяу отта, міндетті түрде баяу отта пісіріңіздер, себебі суы сарқылып, біздің етіміз піспей қалуы мүмкін. Ет пісем дегенше біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы екі бөлікті жеке-жеке жайып шығамыз. Алдымен осылай қолымызбен кішкене басып, қамырымызды жұмсартып аламыз. Кейін оқтаудың көмегімен өте жұқа болғанға дейін қамырымызды жайып аламыз. Қамырды осылай жұқа қылып жайып алғаннан кейін үстіне сұйық майды жағып шығамыз және оның үстіне менде қатырылған аскөк, сіздер балғын, яғни свежий аскөкті сепсеңіздер де болады. Осылай үстіне жайып шығамыз бір тегіс етіп және ары қарай дәл видеода көрсетілгендей кесіп, ромбик пішіндес қамыр шығаратын боламыз. Әрбір ромбикті осылай жоғарыдан төмен қарай орай отырып, рулет формасында шығарып аламыз және барлығын дәл осылай орап дайындап аламыз. Қырық-45 минутта біздің етіміздің суы осылай тартылып, пісіп шықты. Енді осыған біздің майдалап туралған сәбізді және картопты салып араластырамыз. Осы жерде болгар бұрышын да қосып жіберсеңіздер болады. Менде болмағандықтан дәл осылай екеуінен ғана жасай салған болатынмын. Татымына қарай тағы да кішкене тұз қосып жіберсеңіздер болады. Және қайнаған суды бетін жауып тұратындай құямыз. Және осыны 10-15 минуттай тағы да орташа отта қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін біздің дайындап қойған қамырларымызды үстіне орналастырып, тағы да 45-50 минуттай пісіріп аламыз.
Осы кезде ескеретін жайт, орташа отта емес, енді өте баяу отта пісіретін боламыз. Себебі біздің суымыз сарқылып кетуі мүмкін, және тағамыз өте құрғақ болып қалуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде астын баяу отқа қойып 45-50 минутта пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, әрі ерекше кешкі ас. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер және нәтижесімен комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Достар, менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп алыңыздар және лайк, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.